Сабағы сөйлем, сабақтың тақырыбы мынанды қадірлейік. Сабақтың мақсаты мәтінді түсініп оқу, мұғалімнің қолдауымен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру және қатені түзету. Нан қайдан келеді деген сұраққа жауап алу үшін шағын видеоны көріп алыңдар. Мінекей өздерің көріп тұрғандай, нан дастарханға оңайлықпен келмейді екен. Жерді жырту үшін тракторды қолданады. Тракторшы жерді жыртып, тұқым себуге дайындайды. Содан кейін тракторшы жерді жыртып болғаннан соң жыртылған жерді тегістеуге шығады. Жерді тегістеу үшін тырманы пайдаланады. Мінекей жерді тегістеп болғаннан соң диқаншылар бидайдың тұқымын себеді. Жаз бойы өсіп өнген бидайды күздің кезінде комбайнмен төкпей шашпай орып алады. Оны жинаған бидайды диірменге әкеледі. Диірменде бидайдан ұн тартады. Дайын болған ұнды тракторшы наубайханаға жеткізеді. Наубайханада дайын болған ұннан бірнеше қоспаларын қосып, қамыр илейді. Қамырдан нан пісіп шығады. Жаңа сендер видеодан нанның қалай келгенін біліп алыңдар. Ұннан тек қана нан емес, бірнеше нанның түрлерінде пісіруге болады екен. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқу. Нанды қадірлейік. Нан еңбекпен табылады. Диқандар көктемде жерге тұқым себеді. Одан егін өніп шығады. Оны жаз бойы күтіп баптайды. Күзде астықты комбайнмен орып алады. Содан соң машинамен қабылдау орындарына жеткізеді. Бидайдан ұн тартады. Ұннан неше түрлі нан пісіреді. Мұның бәрі адамдардың еңбегі. Сондықтан да нанды қадірлеуіміз керек. Сұрақтар: диқандар көктемде не істейді? Астықты қалай жинайды? Мәтін неліктен нанды қадірлейік деп аталған? Осы сұрақтарға жауап береді деген ойдамын, балалар. Екінші жаттығу: орны ауыстырылып берілген сөздерден сөйлем құрап жаз. Еңбекпен нан табылады. Оны сондықтан қадірлеуіміз керек. Балалар, осы сөздерден дұрыс мағынасы бар сөйлем құрап көрейік. Нан еңбекпен табылады. Сондықтан оны қадірлеуіміз керек. Мінекей біз сөздерден екі сөйлем құрастырдық. Әр сөйлем неше сөзден тұрады екен? Бірінші сөйлем 3 сөзден, екінші сөйлем 4 сөзден. Сөйлемдердің бірінші сөзі қандай әріптен басталып жазылған? Сөйлемдердің бірінші сөзі бас әріптен басталып жазылады. Соңынан нүкте қойылады. Есте сақта, сөйлем сөздерден құралады. Сөйлемдегі сөздер бір-бірінен бөлек жазылады. Мысалы, балалар мектепке келді. Бұл сөйлемде неше сөз бар екен? 3 сөз бар екен. Бірінші сөз бас әріппен жазылған, әрбір сөз
бөлек-бөлек жазылған. Келесі үшінші жаттығу сөз жұмбақты шеш. Дәнді дақыл, тары, жер жыртатын құрал, соққа, астық кептіретін орын, қырман, астық оратын мәшине, комбайн, нан пісіретін адам, наубайшы. Сонда тігіне қандай сөз шықты балалар? Тоқаш деген сөз шықты. Осы тоқаш деген сөзге өздерің сөйлем құрастырыңдар. Жұмыс дәптерінің 40-ші сабағында көркем жаз я әрпін, бас әрпін және кіші әрпін әдемілеп көркемдеп жазу. Я дыбысы дауысты дыбысқа жатады. Ол қос дыбыстан құралған, қысқа и және а. Сондықтан балалар, сөз жазғанда, диктант жазғанда осы әріпті дыбысты, яғни еске сақтаңдар. Екінші жаттығуда орны ауыстырып берілген сөздерді жазасың. Ал үшінші жаттығуда жаңағы өзіміз айтып өткендей тоқаш деген сөзді астына сөйлем құрап жаз. Оны неше сөзден құрадың? Оны бастаған кезде қандай әріптен бастадың? Осыны да ескер. Осымен сабағымыз аяқталды.